Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге өте дәмі тіл үйіретін майонезсіз салат дайындайтын боламыз. Салат деген өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Жақында келе жатқан мейрамдар мен жаңа жылдық дастарханға өте керемет үйлеседі. Дастарханыңыздың сәнін ашып тұрады. Ол үшін біз бірінші осылай етті аламыз да соломка етіп турап шығамыз. Етті турап болып бір ыдысқа саламыз да үстіне бір ас қасық соевый соусты құйып біркелкетіп араластырамыз. Сосын оны бір бөлек бір шетке шығарып қойып, одан кейін қалған көкөністерді турайтын боламыз. Болгар бұрышын тазалап, оны да соломка етіп турап шығамыз. Одан соң қиярды да ортасынан бөліп, видеодағыдай етіп көрсетілгендей, соломка етіп турап шығамыз. Сосын сәбізді теркадан өткіземіз. Одан соң чеснокты алып, оны да майдалап, төрт бұрыштап, не болмаса өз қалауыңызға байланысты теркадан өткізсеңіз болады. Әйтеуір майда етіп туралып шығу қажет. Сосын қызып тұрған майға жай отта біздің етті саламыз да 10 минутта бұлғап тұрып қуырып аламыз. Сосын біздің бағана чеснокты бұрышпен сәбізімізді салып біркелкетіп 5 минут қуырып аламыз. Біздің бағана туралған қиярды үлкен ыдысқа салып, дәміне қарай бұрышын, тұзын, специяларды саламыз. Кейін біздің ет пен көкөністерді үстіне саламыз. Одан соң қасықтың жартысын толтырмай, уксусты салып біркелкі болғанша араластырамыз. Сосын өз қалауыңызға байланысты үстін күнжітпен әрлесеңіз болады. Салат өте дәмді болып шығады, міндетті түрде дайындап көріңіз, ас болсын. Және де достар, егер рецепт ұнаса, каналға міндетті түрде кіріп, және де тіркеле кетіңіздер. Каналда көптеген қызықты рецепттерді табатыныңызға сенімдімін.